Не болып қалды соншама? Қымыз берші. Ай, әкеңге қымыз берші. Ай, ойбай, ай, тыныштық болса болар еді. Не болды, айтсайшы. Масқара болды қатын. Елімізге жоңғарлар шауыпты. Қош. Соған байланысты ханнан жарлық шығыпты. Хан иеміз тоқалы барлар қалсын, тоқалы жоқтар соғысқа кетсін деп үкім шығарыпты. Әй, еркек тоқтық құрбандық. Ел үшін тудың ба, ел үшін өлесің. Ойбай, бәйбіше, бірдеңе қылып қалсайшы мені. Не істейін? Не зақой өліп кетем бұл соғысқа барып. Ай, соғысқа барып шahit болып кетсем не болады? О, Алла сенің шахит болып өлгеніңді қалап отыр. Біздің әулеттен де шахит шықса жаман ба? Ой, сен де бір елдің қатындары байларына бір тоғанла беріп, соғыстан алып қап жатыр. Сен болсаң... Нормально бір вариант шығып жатқан. Анашым, бір амалын тауып әкемді соғыстан алып қалайық та? Ой, соғыс түкіл бәледе жоқ. Соғыс болып жатса, мына жоңғарлардың тамақ ішіп отырғаны, селфиі маған келетін еді ғой, түкте келіп жатқан жоқ қой. Мені лоқ қылмақшы ғой. Алмайсың тоқалды. Алмайсың, өліп қалсаң да алмайсың. Я Құдай осыдан құтқарса темекін қоям. Спортпен айналсам. Өкпем ашты. Осыдан қуып жетіп басам, темекіні қоям. Спортпен айналсам. Бергені! Солайды. Ақсақал, мені біреудің алажымен аттауға болмайды. Біреуді ғайбаттауға болмайды. Ой, талай. Құдай мүшенің барлығын берді ма, сол мүшенің барлығын күнәдан тыю керек ақсақал. Анан қарашы. Мені көрдіңіз бе? Осыны мен білмеппін ей. Бәсе басыңа тақия киіп, жүзің иман жүзі болып қапты. Бәрін қойдым ақсақал, бәрін тастадым ақсақал. Талай қызыңды концертіңді көрдік қой сенің. Ішіп алып, бала ауылды қиратып, машина тонап жолда. Ақсақал, оның барлығын қойдым. Қойдың ба? Болды. Бес уақыт намаздамыз. Бәрекелді. Мұны жаннатта жолғай Құдай қаласа. Иншалла. Намаз оқу керек ақсақал. Жақсы. Жаннатта жолғай Құдай қаласа. Барлығыңыз айтты, жаныма келгеннің барлығын айтты, намаз оқу деп жаннатқа тартып, жаннатта жолғайық деп. Болды, Құдай қаласа. Ай, мен малым кетті бұлай. Жақсы ақсақал. Жаннатта жолғайық. Болды, жақсы. Жаннатта жолғайық. Жақсы, айналайын. Рахмет, айналайын. Ой! Жұрттың бәрін жаннатқа шақырып ал, өзің келмей қалып жүрме. Ақсақал, осы жасыңыз нешеде сіздің? 100-де. Талай заманда бастан кешірген екенсіз ғой ақсақал? Кешірдік қой. Мен өзі көпті көрген адаммын. Басымнан 3 кезеңді өткіздім. Қандай? Феодализм, социализм, капитализм. Ақсақал, осы 3 кезеңнің, 3 заманның қай кезеңінде өмір сүрген жақсы екен негізі? Еді басымнан өткен екен, бай болсаң, феодализм жақсы. Кедей болсаң, социализм жақсы. Ал енді ұры-қары жемқор болсаң, онда капитализм жақсы ғой. Қазір нағыз сендердің замандарың ғой. Қалай сонда? Капитал. Мынау шешет бәрін. Капитализм. Мына ма? Нағыз сендердің замандарың ғой қазір. Бәрін білез ақсақал. Онда ұрып қал десеңші, басым шуар кезде. Ұрып қал. Ай, ақсақал. Ана, көрдің ба? Сондықтан, ханымдар мен мырзалар,
Қазір сіздерге бір-ақ сұрақ қоямын. Сол сұраққа жауап берген адам біздің мекемеде бас бухгалтер қызметіне қабылданады. Ал сұраққа жауап бере алмағандар өздеріне өздері тепсін. Пинай нәсібе дегенім ғой. Ал олай болса қыздың жолы жіңішке дейді. Қыздан бастайық. Ханым, сізге бірінші сұрақ. 2-ге 2-ні қоссаң қанша болады? 4. Кешіріңіз, сіз өте алмадыңыз. Мырза, 2-ге 2-ні қоссаң қанша болады? 4 болады. Сіз де өте алмадыңыз. Ал келесі сұрақ сізге. 2-ге 2-ні қосса қанша болады екен? Сізге қанша керек? Қанша болған қалайсыз? Вот. Міне, сіз өттіңіз. Ал сіздер боссыздар. Кете беріңіздер. Ал енді сіздің дальнейшем ары қарай карьераңыздың өсу жағын қарастырайық. Жақсы жауап беріңіз. Сондықтан саған айтайын. Ол мынау хайуанның 3 түрі болады. Біреуі шөп жейтін хайуан. Екіншісі ет жейтін хайуан. Ал үшіншісі болады. Ең опасный хайуан. Қайсы? Ол адамның ақысын жейтін хайуан. Мінекей. Жетім жесірлердің ақысын жейтін. Мінекей. Пенсионерлердің пенсиясын жейтін хайуандар болады. Көрдің ба? Жетім балдардың ақысын жейтін. Сондай мүгедек балдардың ақысын жейтін хайуандар болады. Жаман хайуан десеңші. Бұл жыртқыш хайуан. Ең опасный хайуан осы хайуан. Міне. Бағанан бері не айтып отырмын саған? Міне, осылардан сақтану керек. Солай ақсақал. Тыңдамай кетті келінің. Қиын қазір. Десең мә дейді, не десең же дейді. Шектен шықты. Ай, бір қамышымен да айызыңды қандырып ұрсаң қойша. Сол, ей! Қатын тұрып опа табам деп отырсың ба? Сотталып кетесің. Баяғының қатындар дейсің ба? Қазір қатындар жаман, сотқа беріп жібереді. Сорлы. О, баяғының қатындар ғой ол. Ұрып атсаң өзімнен болды деп өзінен көретін. Дұрыс айтасыз. Қатынды бар ма? Қатынды қамшымен ұрмайды. Қатынды қатынмен ұру керек. Қалай сонда? Мысалы мынау сексеуіл деген ағаш бар. Білесің ба? Сол сексеуілді балтамен жарсаң жарылмайды, ағашпен араласаң араланбайды. Ал енді сексеуілді көрсең бірден сынады. Міне, көрдің ба? Мысалы бәйбішені тоқалмен ұру керек. Түсіндің ба? Көрдің ба? Шынымен, тоқал тыңдамай қойса шал. Тоқал тыңдамаса, нақ сүйермен ұру керек, үшіншісімен. Ал нақ сүйер тыңдамай қойса шал. Нақ сүйер тыңдамаса, ақ қолтықпен ұру керек. 4-ші қатынмен. Ал ақсақал, егерде жаңағы ақ қолтық бар ғой, сол айтқаныңды істемей қойса не істеймін сонда? Онда 4 қатының жабылып сен ұру керек. Немене қатыныңа сөз өтпейді, қандай еркексің сен? Ой, ақсақал, мен сізден серьезно сұрап жатырмын.